Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz dostlar. Bizim бүгінгі өтетін тақырыбымыз bulunma durumu. Bulunma durumu дегеніміз қазақ тіліндегі жат септігімен сәйкестендіруге болады. Давайте мен сізге қазір бір сұрақ қояйын. Сіз қазір қай жақтасыз? Үйде, офиста, паркта, немесе университетте, иә? Бізде бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы сұрақпен байланысты. Bulunma durumu, оның сұрағы нереде, яғни қайда? Сұраққа мән берсек, қандай жалғаумен жалғанып тұр? Яғни да, де, та, те, иә? Оның жалғаулары да да, де, та, те болады. Мысалы, біз қазақ тілінде де қайда деп сұраған кезде үйде, университетте, сыныпта, иә, көшеде деген сияқты. Bulunma durumu яғни адамның немесе бір заттың қайда екенін анықтайды. Оның орнын, локациясын білдіреді. Енді мысалдар келтірейік жалғаулармен. Ev, sokak. Тағы қандай сөз бар? Сынып. Так, сынып, потом... Осы сөздерді қарастырайық. Мен қазір олардың түбірлерін жазып қойдым. Енді қандай жағдайда оған да, қандай жағдайда те, та, те жалғаулары жалғанады, соған қарайық. Ev бізде дауысты жіңішке дыбыс, иә? Де болады. Evде. Sokak та. Сынып та. Банyo да. Ерде. Яғни, егерде бізде ч, х, с, ш, к, п, т әріптері келетін болса, осы дауыссыз дыбыстар келетін болса, онда бізде та, те жалғауы жалғанады. Қалған дауыссыз дыбыстарда да, де жалғауы жалғанатын болады. Осылай оп-оңай айырмашылығын білеміз. Біз қазір bulunma durumының, яғни жалғауларымен сұрағын біліп алдық, иә? Енді ол бізде жіктік жалғауымен, есімдіктермен жалғанған кезде қалай болады, соған зер салайық. Қазір мына жерге жазайын. Бізде жалпы сұрақ нереде, қайда? Нередейім, мен қайдамын? Нередесің, сен қайдасың? О нереде? Biz, pardon, neredeyiz? Siz neredesiniz? Onlar nerede? Tamam. Менімен бірге қайталап отырыңыздар, иә? Sen, o, biz, siz, onlar. Arkadaşlar, қарап жатсыздар ғой, иә? Осы уақытқа дейін біз жүктік есімдіктерін өттік қой. Яғни, мен студентпін, мен дәрігермін деген кезде жалғанатын жалғауларды. Бұл бізде өте маңызды тақырып. Егер де ұмытып қалсаңыздар, қайта қарап шығыңыздар, себебі бұлар всегда әрдайым соңына дейін жүретін болады. Енді нереде деген қайда? Evде деген қарапайым мысалды алайық. Evде, үйде, иә? Енді мен үйдемін деген қалай айтамыз түркше? Ben evdeyim. Sen neredesin? Sen evdesin. O nerede? O evde. Biz neredeyiz? Biz evdeyiz. Жалғаулары сол күйі өзгермейді. Siz neredesiniz? Siz evdesiniz.
Onlar nerede? Onlar evde. Tamam, bu kadar arkadaşlar. Осымен біздің тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге барынша түсінікті болды деген ойдамын. Түрік тілін үйрену оңай, Түркияға түсу де оңай. Амалдар ниетке байланысты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.